Бірде Мұса пайғамбар бір қауым елдің алдында келе жатқан екен. Сонда айтты дейді, ана Мұсаны қараңдар, Калимулла пайғамбармын деп көкірегін керіп елдің алдына шығып алды деген екен. Бұл адамдарға жақпадым ғой, топтың ішіне кірейші деп топтың ішіне кіріп кетті дейді. Сөйтсе екі адам тағы да бүйтіп қарап, Мұса көрінбейді ғой деп біреу көріп қалды дейді, ұзындау біреу. Ана топтың ішінде жүр ғой деп айтты дейді. Сонда айтты дейді, пайғамбармын дейді, Калимулламын дейді, Алламен тілдестім дейді, бірақ қорқақ елдің ішіне кіріп тығылып апты деген екен да. Сосын бұл адамға жақпадым ғой мен, адамға жақпадым ғой, елдің соңынан жүреш деп артынан келе жатқан екен. Сонда бір айтылған сөз екен да, анам Мұсаны қараңдар, пайғамбармын дейді, көкірегін керет, енді уақытысында қой шөбет мына халықты мал құсатып айдап келе жатыр екен деген. Сонда Мұса пайғамбар жылаған екен, я Раббым Алла, мен мыналарға жағам ба, жақпайым ба, мені тілдемейтін бір нәрсені жасас дегенде, Алла тағала Мұса сабыр ет деген екен. Сабыр ет, олар әлемдердің Раббысы болған Алланы да тілдейді ғой деп Алла тағала мені де тілдейді ғой деп айтқан. Я Раббым, сені қалай тілдейді олар